қарттар мерекесі. Бұл ата жолын жалғап келе жатқан ақсақал аталарымыз бен ақ жаулықты әжелеріміздің мерекесі. Асылында үлкенді сыйлау, оларға құрмет көрсету салтымыз десек қателеспейміз. Қарттары бар ел, қазыналы ел деген. Ал біз қолымыздағы алтынның еш байлыққа тең келмейтін асылдарымыздың қадірін білгеніміз жөн болады. Атасыз үй батасыз, ал анасыз үй панасыз деген. Қазақ халқы үлкендердің батасын алып, көсегесімен көгер деп, үлкеннің алдынан кесе көлденең өтпеуді дәріптеген. Қария деген сөз елдің басы болу, ақылын айтар дана болу, ел төрінде құрметке бөлену дегенді білдіреді. Қариялар шаңырақтың шаттығын сақтап, бірлігін бекем ететін, ақыл айтып, қолдайтын қамқоршысы. Қазақ қарттар үйдің қазынасы деп үлкенді құрметтеген. Ата-әженің мектебінен, тәрбиесінен өткен бала зерек, ақылды болып өсері хақ. Соның бірі қазақ әжесінің керемет образын қалыптастырған бірегей тұлға Зере әже. Абай Құнанбаевтай дананы тәрбиелеген. Қарты бар үй қазыналы үй деп бекер айтылмаса керек. Үйдің берекесі мен мерекесі, шаңырақтың ажарын кіргізіп тұратын үйдің үлкендері аман болсын. Олар бізге әрқашан дұрыс жолды сілтеп, ата-бабадан қалған үлгі өнегені сусындатып отыр. Өсер елдің қарты қазына болар, өспейтін елдің қарты қазымыр болар деген сөз бар. Қазыналы қарттарымыз көп болсын, аман болсын.